Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте дәмді болып шығатын ажика салатын дайындайтын боламыз. Алдымен менің каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір жазуды ұмытпа. Толық керек заттарды төменге жазып қалдырамын. Алдымен тәтті бұрышымызды осылай өткізіп алатын боламыз. Сіздерде егер ет тартқыш болса, сомен өткізесіздер. Ал менде ет тартқыш жоқ, себебі осындай мен өткізіп жатырмын. Барлығын өткізіп аламыз. Осылай қызанағымызды да осылай майдалап өткізіп алатын боламыз. Ендігі кезекте тәтті бұрыш пен ащы бұрышымызды салып өткізіп аламыз. Өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша ащы болсын десеңіздер 3-4 саласыздар. Мен 2 салдым, соның өзі маған жеткілікті. Сарымсағымызды да өткізіп алып, бөлек ыдысқа салып алып қоятын боламыз. Қызанақ, тәтті бұрыш, май, тұз салып, мен 1,5 сағат қайнаттым. Енді сарымсағымызды саламыз. Сарымсағымызды 10-15 минуттай қайнатамыз. Сарымсақ салған соң міне менде дайын болды уже. Өте дәмді болып шығады. Мен бір күн салқын жерге қойып қойдым. Егер сіздер уақыттыларыңыз болса, сол ыстық күйінде жаба беруге болады. Менің уақытым болмағандықтан осылай бір күннен соң жауып тұрмын. Суытып, таза банкілерге құйып, салқын жерге қойып қоятын боламыз. Менде осы 2 банка және де бір кішкене банка толмай қалды. Мен ол толмай қалған банканы холодильникке қойып қоя саламын, күнделікті жеп отыруға. Ал қалғандарын салқын жерге шығарып қоямын. Міне менде салатымыз дайын болды. Өте дәмді, өте күшті болып шығады. Тез дайындалады. Сіздер де дайындап көріңіздер, сіздерге ұнайды деген ойдамын. Егер осы рецепт сіздерге ұнаған болса, маған тіркеліп, лайк басып, пікір жазуды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.